Бүгін су ішу тәртібін өтетін боламыз. Су ішуді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан артық ешкім үлгі бола алмайды біздерге. Сүннет бойынша суды ішпестен бұрын бисмиллах деп айтамыз. Суды отырып үшке бөліп ішкен дұрыс. Яғни отырамыз суды ішер алдында және бисмилля дедік. Бір рет іштік, тыныс аламыз, тыныс алып болып қайтадан ішеміз. Осылай үшке бөліп ішіледі және судың бетіне үрлеуге болмайды. Суды ішіп болғаннан кейін әлхамдулиллах деуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар әр адамның дене салмағына сай су ішу мөлшері бар. Оны білу үшін, сіз 50 килограмм салмаққа ие болатын болсаңыз, оны 30-ға көбейтесіз. Яғни 30-ға көбейтетін болсаңыз 1000 шығады. Яғни үтірлі қоясыз, 1,5 литрдей күніне су ішуіңіз керек болады. Келесі видео асқазан ішек жолдары